Мен Әтүркүл апамын. Апалардың бастамасына қосыламын. Менің бүгін айтайын деп отырған ертегім «Тырна мен түлкі». Ертеде үлкен орманда екі түлкі мен тырна дос болыпты. Түлкі тырнаны өзінің үйіне қонаққа шақырыпты. Қонаққа шақырғанын тырна қабыл алып, түлкінің үйіне келеді. Түлкі жақсы қарсы алады. Қонақжайлық көрсетеді. Дастархан басына шақырады. Сол кезде түлкі тырнаға жайдақ тәрелкіге ботқа салып береді. Және өзіне де ботқа салып алады жайпақ тәрелкіге. Ас алыңыз деп құрметтейді. Тырна тәрелкідегі ботқаны жей алмай, тұмсығымен тық етіп жей алмайды. Түлкі болса әдемі жеп, сондай көңіл күйі жақсы болып отырады. Тырна әдептік сақтап, рахмет, жақсы қарсы алдыңыз, мен енді қайтайын деп қайтып кетеді. Бірақ кетіп баратқанда түлкіге айтады: сіз де маған келіп қонақ болып кетіңіз дейді. Түлкі жарайды деп, ертесіне тырнаның үйіне қонаққа барады. Қонаққа барады да, сол кезде тырна бір кеспе көжені ұзын шыны ыдысқа, жаңағы құмыраға салады. Түлкіге де солай салып ұсынады алдына. Сол кезде тырна өзі рахаттанып, тұмсығын тығып, жаңағы құмырадағы лапшаны, көжені әдемі ішіп алады. Түлкі болса, тұмсығын тығайын десе, тұмсығы құмыраға сыймайды. Содан түлкі де ешқандай реніш білдірмей, әдептік сақтап, тырнаға рахметін айтып, қошеметіне рахмет айтып, қайтып кетеді. Содан жолда келе жатып, түлкі өзінің жасаған, тырнаға жасаған әділетсіздігін, тырнаға жасаған сондай дұрыс еместігін түсініп, менің жасаған дұрыс болмады, тырна бірақ соны алдыма келтірді деп қатты өкінеді.